Сәлеметсіздер ме, білімгерлер? Бүгінгі пәніміздің атауы Қазақстан тарихы. Сіздермен болатын оқытушы Жансүгіров колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Тергеусизова Сауле Мұратовна. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары деп аталады. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын бір қайталап өтейік. Сіздерге үй тапсырмасына өздерің тұратын өңір Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениеті таралған аймаққа жата ма? Өз аймақтарының ауыл шаруашылық құрылымы туралы айтыңдар. Қайсысы басым? Егіншілік пе, әлде мал өсіру ме? Мал шаруашылығы қай бағытқа негізделген? Мал шаруашылығы отырықшы ма, әлде жартылай көшпелі ме? Егіншілік суармалы ма, әлде суарылмайтын ба? Міне осы сұрақтарға жауап беру керектігі айтылған болатын. Бүгінгі сабағымыздың жоспары бойынша тақырыбымыз 3 сұраққа бөлінген. Оның біріншісі Орталық Азиядағы ежелгі отырықшы егіншілік өркениеттердің ерекшеліктері. Екінші сұрағымыз отырықшы егінші өркениеттің мәдени ошағы. Және үшінші сұрағымыз экологиялық ерекшеліктер мен мәдени тарихи аймақтар деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Орталық Азиядағы ежелгі отырықшы егіншілік өркениеттердің ерекшеліктері мен отырықшы егінші өркениеттердің мәдени ошағын анықтау болып табылады. Бүгінгі жаңа сабағымызда кездесетін кілтті сөздер. Олар: өркениет ошағы, отырықшы егіншілік өркениеті, тарихи аймақтар, экологиялық бөлік, суландыру жүйесі. Археологиялық зерттеулер нәтижесінде Орталық Азияда өзіндік өркениеттің бар екендігі көрсетілді. Мәдени болмысын сақтап қалған бұл өркениеттер мыңдаған жыл бойы өмір сүрді. Жекелеген қоныстар мен қалалар өз дамуын тоқтатса да, сол жерлерде жаңа қалалар пайда болып, өркениет тіршілік ете берді. Мұндай тұрақтылық Орталық Азияның географиясымен тығыз байланысты. Отырықшы егіншілік мәдениет белгілі бір аймақтарда, өзендер мен тау етегіндегі жазираларда пайда болды. Табиғатты біртіндеп игере бастаған адамдар өңдейтін жерлердің аумағын кеңейте бастады. Туған жүйелері пайда болған соң, егіншілікті суармалы егіншілік алмастырды. Егіншілер біртіндеп кең алқаптарды игеруге көшті. Отырықшы егіншілік өркениеттің тағы бір ерекшелігі оның көшпелі өркениетпен тығыз байланыстылығында. Бұл сауда айырбасынан байқалды. Далалықтар трансконтиненталды саудаға араласып, делдал қызметінде атқарды. Далалықтар үшін де, отырықшы халық үшін де сауда өзге жұртпен материалдық және рухани мәдениет элементтерінің араласуына әкелді. Мұндай байланыс түрі малшы-егінші аралас мәдениеттің пайда болуына әсер етті. Бұл өркениеттерді атап қарастыруға болады. Олар Маргуш, Хорезм, Соғды, Ферғана және Шаш. Енді осы өркениеттердің әрқайсына жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, онда ең бірінші өркениет Маргуш өркениетіне тоқталайық. Маргуш біздің заманымыздан бұрынғы 18-13 ғасырлардағы қола дәуірінде Орталық Азияның оңтүстігінде Мұрғап жазирасында Маргуш отырықшы егінші және қалалық мәдениеті пайда болды. Бұл мәдениет Әмударияның төменгі ағысындағы Бактрияға таралды. Оны кейде Окс өркениет деп те атайды. Маргуштың екі негізгі қаласы Намазгадепе мен Алтындепенің мықты қорғандары, сарайлары, ғибадатханалары мен көп бөлмелі үйлері болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың астанасы Гонур болды. Маргуштықтар алдыңғы Азия мен Инд өзені аңғарындағы өркениеттермен байланыс орнатты. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың бірінші жартысында Мерв қаласы пайда болды. Ол мұсылман дәуіріндегі Орталық Азияның ең басты қалаларының бірі болып саналды. Келесі өркениет ол бізде Хорезм өркениеті.
Хорезм Амударияның төменгі сағасында орналасқан ірі аймақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта хорезмдік отырықшы егіншілік өркениет пайда болды. Бұл мәдениеттің негізі даладан бастау алған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басында өлкеде хорезмдіктер қоныстанып, Әмудариядан су тартып, канал жүйелерін жетілдірді. Суландыру жүйелері хорезмдік өркениеттің негізіне айналды. Өйткені тоған жүйелерінің жыл сайын тазалап, күтіп ұстау, ұйымдасқан еңбекті қажет ететін еді. Хорезмнің астанасы топырақ қалада әртүрлі суреттермен, мүсіндермен безендірілген сәулетті сарайлар болды. Хорезмнің бұдан кейін дербес мемлекет ретінде өркендеген кезі Хорезмшах мемлекеті. Кейін Хиуа хандығы кезінде болды. Осы мәдени ошақтардың негізі көнеден жеткен суландыру жүйелері болды. Келесі өркениетіміз Соғды. Соғды Әмудария мен Сырдария аралығындағы ірі егіншілік аймағында Марақанд қаласы пайда болды. Соғдының солтүстігінде Шаш жазирасы орналасқан. Соғдыда халық тығыз қоныстанды және бұл аймақ әр уақытта түрлі мемлекеттердің құрамында болды. Соғдылықтардың өз жазуы болды. Негізінен сауда мен қолөнершілікпен айналысты. Соғдының Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы және трансконтиненталды саудада делдалық қызмет атқару оның гүлденуіне әкелді. Олар Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан Шығыс Түркістан, Жетісу мен Тараз өңірлерінде сауда орындарын ашты. Кейіннен арабтар жаулап алған соң Самарқанд Мауреннахрдың, кейін Әмір Темір империясының астанасы болды. Бұдан кейінгі ғасырларда Соғды Бұхара хандығының құрамына кірді. Келесі өркениетке тоқталар болсақ, ол Ферғана. Ферғана тау арасындағы ойпат. Бұл жерде су Сырдариядан таратылған. Ферғана Ахемениттік және Александр Македонский империяларының құрамында да болған. Дәл осы жерге Александр патша өз империясының солтүстігіндегі ең шеткі қала Александрия Есхатты салуды бұйырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздан бұрынғы 6-ші ғасырлар аралығында Ферғана өз билеушілері бар дербес мемлекет болған. Оның солтүстігінде ғұндар, шығысында Қытай хан империясы, ал оңтүстігінде Бактриядағы Юйчжи мемлекеті орналасқан. Сматянның дерегі бойынша Даваниде 70 қала болды. Олардың жылқылары мен жүзімдіктері мен ерекше гүлдері мен даңқы шықты. Ферғана арқылы да Ұлы Жібек жолы өтті. 6-ші ғасырда Ферғана түрік мемлекетінің құрамында қосылды. Ал Әмір Темірдің заманында бұл жерде Бабыр дүниеге келді. Кейін Ферғана Қоқан хандығының орталығы болды. Оның тарихи Қазақстанның тарихымен тығыз байланысты өрбіді. Орталық Азияның ежелгі отырықшы егіншілік өркениетінің бұдан кейінгі 3 ошағы Қазақстан аумағымен тікелей байланыста болды. Келесі өркениет бізде Шаш өркениеті. Шаш Соғдының солтүстігі мен Шыршық және Ангрен өзендерінің алқабын, сондай-ақ Сырдарияның оң жағалауын қамтитын тарихи өңір. Бұл аймақ қазіргі Ташкент пен Шымкент қалалар орналасқан жер. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасында өңірде 30-ға жуық шаһар болған. Шаш қаласының іргетасы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бұрын қаланған. Ал 1-ші мыңжылдықта далалық түркілер мен соғдылықтарда кейіннен Мауреннахр тұрғындарының негізгі сауда орталық қызметін атқарды. Шаһар 11-ші ғасырдан бастап Ташкент атала бастады. 16-ші ғасырда Ташкент 3 қазақ хандығы мен Бұқара әмірлігі арасында татыс болды. 17-ші ғасырдың басынан 18-ші ғасырға дейін шаһар қазақ хандығының иелігінде болды. 18-ші ғасырдың соңында Ташкент Қоқан әмірлігінің билігіне өтті. Ал 1865 жылы қаланы орыс әскері басып алып, орыс билігіндегі Түркістанның орталығына айналды. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша сұрақтарымыз аяқталды.
сіздерге бүгінгі тақырып бойынша айтылған сұрақтардың бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан да келесі сабаққа сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Бірінші сұрағымыз: Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениетіндегі негізгі екі ерекшелікті атаңдар. Екінші сұрақ: біздің дәуіріміздің бірінші мыңжылдығында Соғды мен Жетісу арасындағы байланысты неден байқауға болады? Және үшінші сұрақ: хорезмдік өркениеттің ошағы неге негізделген? Және картамен жұмыс. Отырықшы егіншілік өркениеттің ошағы болып, Орталық Азияның тарихи аймақтарын картадан көрсетіңдер. Ал білімгерлер, бүгінгі жаңа тақырыпты аяғына дейін тыңдап назар аударғандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.